Баршаңызға сәлем, сіздермен Асел. Бүгін сіздерге ұн қуырдақтың рецептісімен бөлісемін. Бұл тағамды әркім әртүрлі атайды. Нан палау дейді, нан қуырдақ дейді. Негізі Моңғолияда өте көп жасалады. Цуйван деген атпен белгілі. Ең алдымен қазанға кішкене сұйық май құямыз, қыздырамыз және оның үстіне ұсақтап туралған етімізді саламыз. Отымыздың асты орташа болып шығып тұр. Енді ұсақтап туралған пиязымызды салып қуырып аламыз. Осы кезде тұз, перец сепсеңіздер болады. Менің етім тұз алғандықтан мен тұз сеппедім. Шамамен 20 минуттай қалдырып қоямыз. Әзірше нанды илеп бастаймыз. Ыдысқа су, тұз, жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа қалдырамыз. Етімізге көкөністерімізді саламыз. Мен перец, картошка салдым. Сіздер сәбіз, басқа көкөністер салсаңыздар да болады. Қуырылған етіміз көкөністеріміздің үстіне бір қасық томат саламыз. Қамырымыздың түсіне өң беру үшін. Аздаған су құйып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Осы кезде қамырымызды алып, еттің қамыры құсап, жайып аламыз. Жайып қойған қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп, табада кептіріп аламыз. Асел пеште кептірсеңіздер де болады. Мен табаға кептірдім. Екі жағын 2-3 минутта ұстап аламыз. Дайын болған қамырларымызды рулет сияқты орап, ұсақтап турап шығамыз. Кеспеге арналғандай кесіп шықсаңыздар да болады, жегенге ыңғайлы. Табаға ештеңе жақпадым, құрғақтай кептіріп алдым. Етіміз дайын, көкөністеріміз пісіп шықты. Үстіне дайын болған кеспемізді саламыз, араластырмаймыз. Бір тегіс қып, барлық жеріне төсеп шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін 2-3 қасық май құямыз әр жерінен. Қақпағын жауып, бірнеше минуттай қатты отта ұстаймыз, еттің буына піседі. 2-3 минуттан кейін қақпағын ашып, бір араластырып, тағы да 10-15 минутқа қалдырасыздар. Отымызды баяулатып қоямыз. Тамағымыз пісті. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер алдағы видеоларды көру үшін. Баршаңызға ас болсын.